Ассалаумағалейкум ардақты әлеумет, бұл күн тәртібіндегі көкейкесті мәселелер мен түйткілді тақырыптарды талқылайтын жедел желі хабары. Бүгінде 350 мыңнан астам қазақстандық құмар ойындардың құрығына ілінген. Бүгін Аманат партиясы фракциясының кеңейтілген отырысында депутаттар мемлекеттік органдардың лудомания мен күрес жұмысын сынға алды. Осы және өзге де бағыттағы лудомания мен күрес тақырыбын бүгін сұхбатқа арқау етеміз. Бүгінгі спикер онлайн режимде скайп арқылы қосылып отыр. Парламент мәжілісінің депутаты, заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің төрағасы Снежанна Имашева. Снежанна Валерьевна, кеш жарық. Ең алдымен өтінішімізді қабыл алғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Енді бүгін түске дейін өздеріңіз Аманат партиясы депутаттық фракциясының мүшелері бүгін көтеріліп отырған тақырыпты қызу талқыладыңыздар. Жалпы енді бүгін ғана емес, көптен бері осы халық қалаулылары осы мәселеге ерекше екпін сүріп, бұл тақырыптың күн тәртібінде күйіп тұрғанын назарға ала отырып, құзырлы құрылымдарға нақты ұсыныстар, тіпті тапсырмалар десек те болады, дүркін-дүркін айттыңыздар. Енді алғашқы нәтижелер қандай, жалпы болашақта өздеріңіз заң жобасын өздеріңіз бастамашы болып, өздеріңіз дайындауға кірістіңіздер, тіпті ол дайында сияқты заң жобасында қандай бір ерекше тұстарға тоқталар едіңіз? Біріншіден, Біржан, айта кететін жайт, Аманат партиясының сайлау алды бағдарламасында осы бағыт, осы лудоманиямен күресу бағыттардың бірі. Біз букмекерлік кеңселермен күресеміз, олардың жұмысын шектейміз деген уәде бердік сайлаушыларымызда. Бұл бір. Екіншіден, осыған орай Аманат партиясының депутаттары бастамашы болды осы заңға. Бұл заң дайын, қазіргі тұрғыда үкіметтің қорытындысын алып жатыр, және басқа да сараптамалар керек, осы АРВ дейміз, осындай нәрсе керек. Сондықтан сол құжаттарды күтудеміз. Сол құжаттар дайын болған кезде бұл мәжіліске енеді, заң болып қаралады. Заңның негізгі бағыттары, біріншіден осы букмекерлік конторалардың жарнамасына тосқауыл қою, шектеу. Мысалы, ондай жарнаманы көлікте болдырмау, мекемелердің жанында болдырмау. Енді қазір білесіз ғой, қаптап кетті букмекерлік жарнама. Жан-жаққа қарасаңыз, телефоныңызға қарасаңыз, қаптап кетті. Тағы да бір бағыты 25-ке, қазір шектеу бар ғой, 25-ке толмаған азаматтар ойын ойнай алмайды. Егер де сондай көрінсе, онда әкімшілік жауапкершілікке тарту. Осындай көрсетілген сол заңда. Сосын осындай азаматтар біздерде бар. Алименті бар, борышы бар. Осындай азаматтарды ойынға жібермеу. Егер де жіберетін болса, бұл осындай жағдайларда да штрафтар қарастырылған. Жалпы тағы да интернет-казино деген нәрсе бар. Егер де интернет-казиноны ұйымдастырушы болса, ол деген әкімшілік емес, бұл қылмыстық жазаға тартылатын болады. Осындай бағыттар. Енді осындай дерек бар, ойын бизнесінің кесірінен 10 ерлі-зайыптының жетеуі ажырасып жатыр дейді. Немесе Қазақстанда былтыр 3676 адам өз-өзіне қол жұмсаған болса, сол суицид жасағандардың әрбір 5-шісі осы құмар ойындардың құрығына ілінгендер екен. Сонда бұл қалай? Жалпы ауру деп айтуымызға бола ма, лудомания? Шынымен де лудомания ауру, бұл психиатрия саласындағы ауру, өзінің коды бар, F61 деген, ол деген психиатр емдейтін ауру, былайша айтқанда. Бірақ енді бізде көбінесе ішімдік ішетін және наркомандарды емдейді, осындай лудомания ойын-құмарлыққа әзірше жалпы бір... Снежанна Валерьевна, осы сұрақты қойғымыз келіп отырған, жалпы басқа түрлі жағдайларда оңалту орталықтары қарастырылған ғой, осы дәл лудоманияға шалдыққан құмар ойындардың құрығына ілінгендерді кейін оңалту орталықтары бізде жоқ сияқты. Бар болса да саусақпен санарлық болар. Ресми ондай оңалту орталықтар жоқ, бірақ түрлі жеке оңалтулар бар. Бұлар енді қосымша сондай оңалтулардың жанында наркомандар да емдейді, осындай ойын ойнаушыларды да емдейтін. Бірақ бұл жерде былай айтқанда бардақ, кім не істеп жатқан, біреулерінде лицензиясы бар, біреулерінде лицензиясы жоқ, лицензиясы болды басқа нәрселерге.
алынған, соны бүгін біздер талқыладық. Шынымен де оңалту орталықтар бізде былайша айтқанда дұрыс жасайтын нақты мемлекеттің лицензиясын осы бағытқа алған оңалтулар, бірақ бұл емделеді, психиатрия жағынан емделетін ауру. Енді заң жобасында ұсынылып отырған тағы бір нақты тұстар бар. Соның біреуі мысалы букмекерлік кеңсенің немесе тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың өз ақпараттық бағдарламалық кешендерінің мемлекеттік кірістер органының ақпараттық жүйелерімен интеграциялануын қамтамасыз ету міндетін белгілеу. Мінекей қараңыз, букмекерлік кеңселердің ақша айналымы бір жылда 1 триллион теңгеге жетеді. Ставка жасайтын азаматтар жылына 34 миллиардтай ставка жасайды екен. Бірақ бұл ақпарат бірде көрінеді, бірде көрінбейді. Сондықтан егер де ставка жасалса, осындай ақша құйылса, оның бәрін біздің құзырлы органдар көріп отыру керек. Сол жерде осы интеграция міндетті. Бір жағынан көлеңкелі бизнес қой. Кейбір жағдайда. Көлеңкелі бизнес, салықтарын толық төлемейді бұлар, бірақ ақша айналымы өте үлкен. Қайткенде ең пайда ұтатын осы мекемелер. Бірақ салық үйтіп өте жақсы салық олардан түседі деп айта алмаймыз. Сондықтан осы интеграцияның қажеті өте маңызды. Қажеттілігі маңызды. Сондай-ақ медициналық немесе діни ұйымдарда, білім беру мекемелерінде, ғимараттарда жалпы мына лотереялар таратуға немесе осы лотерея терминалдарын орнатуға тыйым салу жөнінде де ұсыныс енгізіліп отыр, солай ғой? Бұл үшін де әкімшілік жаза қарастырылған, бұндайды болғызбау. Шынымен де балалардың мектепте оқып жатқан балалардың арасында лотерея және басқа да осындай нәрселер таратудың қажеті жоқ. Одан да бүгін депутаттар айтты, осы лудоманиямен күресу мектептің қабырғасынан басталу керек. Енді лудомандардың жасы, былайша айтқанда, 14 жастан 40 жасқа дейін. Оның енді жартысы студенттер және мектепте оқитын балалар. Сот актісі негізінде қызметі заңсыз деп танылған шетелдік ойын бизнесін ұйымдастырушылардың тізімін жүргізу, сондай-ақ банктер мен төлем жүйелеріне олардың пайдасына қаржылық операциялар жүргізуге тыйым салу дегенде ұсыныс енгізілген. Мен енді әрине көп ұсыныс енгізілді, жіліктеп айта беруге де болады, дегенмен бастыларына тоқталып отырғанымыз ғой. Егер де ондай тосқауыл қоймасақ, онда деген қазіргі ахуал одан да әрі күрделеніп кетеді. Сондықтан осындай енді түзету заңда қазір бар. Ол қазір заңның болмағанда қазір шектелініп жатыр. Себебі шетелдік платформаларда өздері енді ұйықтап жатқан жоқ. Былайша айтқанда өздері де жұмыстанып жатыр. Біздің енді осындай біздің азаматтарды осы құмар ойынға салып жатыр, былайша айтқанда. Сонымен енді нақты күресу үшін заңға өзгеріс керек. Енді бұл заң жобасы да көп уақыт ұттырмай, уақыт ұзартпай қабылданады деген сенімдеміз. Өйткені заңсыз иемденілген активтерді қайтару жөніндегі заң жобасын сіздер қараған тұста да бірталай кейбір шенді шекпенлердің қарсылығына ұшыраған сияқтысыздар. Дәл сол сияқты осы лудоманиямен күрес заңын қабылдаған кезде де осындай қарсылықтар болуы әбден мүмкін. Өйткені бұл енді өзіңіз айтқандай миллиардтаған ақша айналымы бар бизнес, бұның артында тіпті біздің елден тыс шетелде де иелері отыр ғой. Солай ғой? Солай, дәл солай. Ондай ақша болғанда олардың осындай енді бизнестің өзінің лобби бар. Олармен күресу деген өте оңай емес. Бұл осы біз қазір талқылап жатқан заң жобасы, бұл деген кеше емес, бұл бір жыл бұрын дайындалған нәрсе, бірақ әлі айтып тұрмын ғой, керекті өзімізге сараптамаларды ала алмай тұрмыз. Мысалы, жарнама таратушылар, олар айтады, біздер сусындарды ішімдік, сосын темекі жарнамалаудан қалдық. Біз енді одан табыс таппаймыз дейді. Енді қалғаны осы букмекерлік конторалар. Олар енді жарнамаға ақшасын аямайды. Сол табыстан қалып қоямыз деп бизнес сөйтіп жылап отыр. Сондықтан бұл бизнесті енді қорғайтын атамекен, ARV деген нәрсе бар. Оларға көп зиян келтірмеу үшін осындай бір қорытынды керек. Бизнеске де зиян келтірмейтін, және біздің мәселені де шешетін. Сондықтан әлі үкімет өзінің тиісті қорытындысын, жауабын берген жоқ.
Бірақ бүгін айтылды, экономика министріне сұрақ тікелей қойылды, қашан осы дайын болады деп, 15 күннің ішінде бәрін жасаймыз деп уәде берді. Сондықтан көп ұзартпай осы айдың ішінде, осы жылдың соңына дейін бұл заң жобасы мәжіліске кіру керек. Енді жаңа отбасылардың ажырасу туралы деректерді келтірдік қой, осы құмар ойындардың кесірінен жастар жағы тіпті ұрлық қарлыққа баратын да жасырын емес, ет жақындарын, тума-туыстарын соққыға жыққандар да жоқ емес, ондай ақпараттар да жетеді. Тағы бір мәселенің шеті шығады, осындай кезде микро қаржылық ұйымдар несиені үсті-үстіне бере береді. Ол несие алушы, оның несиелік тарихы қандай, ол қарызды қанша уақытта қалай қайтара алады, ол жағына мән бере бермейді. Үсті-үстіне береді де, былайша айтқанда жығылғанға жұдырық. Осы микро қаржылық ұйымдарды жалпы қашан осыларға тосқауыл болады? Бұл бағытта да парламент мәжілісінің депутаттары арнайы отырыс ұйымдастырған еді ғой. Бұл деген басқа жиналыста қаралды, бұған деген басқа заңда шектеулер қойылып жатыр. Егер де лудоманияға келсек, әрбір борышкер, былайша айтқанда, бұл борышкердің тізімінде тіркеледі. Бұл борышкерлердің тізімі бұл ашық. Егер де интернетке ИНН басып және аты-жөнін бассаңыз, сол кім борышкер екенін бірден шығып тұрады, қандай борыштары бар екенін. Соның бәрін біз көріп отырамыз, және букмекерлер де көріп отырады. Сондықтан мен мана айтып кеттім ғой. Біріншіден оларды ойынға тарту, сол жерде шектеу қою. Екіншіден үсті-үстіне кредит бере бермеу, ол деген басқа заңда қаралады. Егер де борышкер осындай болса, бірнеше кредитін алса, егер де оның табысы жетпесе кредит төлеуге, онда келесі осы кредит беретін ұйымдар кредитті бермеу керек. Сондай шектеу қарастырылып жатыр қазір. Бұл деген қазір мәжілістің қарауында. Оларды енді білесіз бе, күресу деген өте оңай емес. Ақша пайда табам деген ұйымдар болмай тұр. Былайша айтқанда. Бірақ біз енді халықтың жағдайын ойлау керекпіз. Егер де өздері енді тоқтай алмаса кредит алуға, оны енді заң түрінде қазір, егер де каспиіңіз болса, сол жерде бар. Кредит алудан бас тартам деген арыз беруге болады. Осындайға да келдік. Мысалы, кейбір кісілер өз-өзін ұстай алмай, бір ойын қылады осы қайта кредиттің үстіне кредит алу. Бірақ көбі деген жағдайлары әлсіз болғандықтан алады. Осындайлар да бар, бірақ осы ставка салам дегендер де бар. Ішінде түрлі. Енді бәрі деген сауаттық қаржылыққа тіреліп тұр қайткенде. Егер де қаржылық сауаттық жоғары болса, кісі кредиттің алуының алдында ойланады, санайды ставкасын. Мен мысалы бірнеше рет кредит алдым, бірақ мен банктың шарттарын оқиым, ставкаларын санайым, қанша переплата болады, сөйтіп жұмыс жасаймын. Бірақ көбі қарамай, оқымайды, ала береді. Қазір кредит алу оңай, бір сілтемені баспасаң, бітті, кредит мойныңа ілінеді. Сондықтан енді үкімет осыған тосқауыл қою керек. Сондықтан заң нормалары да өзгеру керек. Және екіншіден түрлі шаралар қолданамыз. Ондайды енді болашақта болдырмау үшін. Снежана Валерьевна, енді мына депутаттық фракция мүшелері осы мемлекеттік органдардың лудоманиямен қарсы күрес жұмысын қатаң сынға алды ғой бүгін. Жалпы орталық атқарушы орган қандай нақты іс-әрекет жасау керек? Дәл қазіргі кезде әлі заң қабылданған жоқ. Мемлекеттік орган, спорт министрлігі бұл лицензия букмекерлерге, казиноларға беретін лицензиялар со министрлік, спорт министрлігі, олар бақылау керек. Олардың енді бүгін айтуынша 28 лицензиямыз бар дейді, букмекерлік конторлардың санын 2 есе қысқарттық дейді. Кейбірлері өз еркімен тапсырды, кейбірлерінен тартып алып лицензия. Бірақ соның ішінде де, сонда да бізде қазір 5 казино қалып тұр, бір 14 шақты букмекерлік кеңсе бар, тотализаторлар бар, және ойын автоматтар залдары бар екен. Сол барлығы 28 лицензия берілді, соның барлығын қатаң бақылау керек. Осы нормаларды, шектеулерді бұзбасын, біріншіден, екіншіден уақытында салықтарын төлесін, және шектеу қойылған азаматтарды осы неге жібермесін ойын ойнауға. Бүгін тағы да бір ұсыныс айтылды.
25 жасқа дейін ұзарту осы шектеуді. Бірақ ол да әлі талқылануда. Ол мүмкін болашақ заңда өзінің көрінісін табар. Бірталай ұсыныс айтылды. Солардың бірін әріптесіңіз Нартай Аралбайұлы жеткізді ғой. Мысалы, ломбардтарға қатысты тәулік бойы жұмыс істейді. Дегенмен енді ломбардтардың жұмыс уақытын, кестесін қадағалайтын біз емес шығар. Дегенмен сондай ұсыныс айтылды ғой. Министрлік қалай деп жауап берді? Мардымды жауап ана жерде біз алған жоқпыз. Бірақ сондай мәселе бар. Кейбір ломбардтар тәулік бойы істейді. Оның енді ең қауіпті, ең жаман жағы ұрланған заттарды, түнде ұрланған заттарды бұлар қабылдай береді. Ал енді ломбардтан алынған ақша, ол біріншіден енді қылмыспен табылған ақша, екіншіден ол лудоманның да ақшасы болуы мүмкін. Бірақ меніңше бұл мәселе деген ондай жақсы бір нәтиже бермейтін сияқты. Ломбард егерде шектеп қойсақ, бәрібір қайткенде де ломбардқа жүгінетін кісі ол өзінің несін табады. Түнде болсын, таңда болсын, қайткенде де егерде апаратын заты болса, бәрібір апарады. Меніңше ол деген көп бізге әсерін өзінің егерде шектеу қойсақ, түнде істемеңіздер ломбардтарға, онда өзінің көп әсерін бермейді. Бұл менің ойым. Жалпы олар да шектеу болады, бірақ олар да бизнес, олар да ертең жылайды, олар да айтады ертең біздің ең жақсы табысымыз сол кештен басталады деп. Сондықтан екінші жағынан бизнесті қолдауда мәселесі бар. Соның енді совсем бизнесті қысып-қысып, сағатпен, басқа нәрселермен оғанда енді жан-жақтан қарау керек. Бірінші кезекте қайткен күнде де әрбір адамның санасында дейсіз ғой. Лудоманияның кесірлері енді біріншіден кісінің санасында, сауаттылығында, бірақ екінші жағынан біздер айтамыз ғой, бұл ауру деп. Бірінші ставка қойған кезде кісі ойлану керек, психологтың көмегіне жүгіну керек, ұялмау керек психологпен ақылдасуға. Көбі деген осы ең бірінші мезгілде шешіледі. Егерде әбден салынып кетсе, ол кезде психиатрдың пациенті болып кетеді. Сондықтан енді бұны шешу жолдары өте күрделі, қиын. Бірінші білім саласында үйде тәрбие беру керек жастарға, мысалы. Ересек азаматтар енді ойлану керек жан-жақтан. Ол енді қайткенде де бір кіріп кетсең, онда ауру болып қаласың. Дофаминға байланысты ауру жалпы. Кісінің миында бір керек нәрселер, жақсы бір нәрселерді ойнататын нәрсе. Сондықтан бұл ауру деп саналады, психиатриялық ауру. Бірақ ең алдын алуға мүмкін. Егерде сол кісі, осы ойын ойнаған кісі өзін байқаса, құмар болып баратқан, егерде сол кезде, бастапқы кездерде психологтарға жүгінсе, сол мәселе түзеуге болады. Енді бұл сұраққа жауап беріп кеттіңіз, дегенмен тағы да тарқатып айтсаңыз артық болмас. Жалпы интернет-казино қызметін ұйымдастырған үшін енді қылмыстық жауапкершілікті белгілеу жөнінде нақты айттыңыздар. Енді жалпы біздер деген казино, букмекерлерді шектедік. Казино бұрын, егерде есіңізде болса, әрбір қалада казино болады. Қазір казинолар тек екі жерде, Қапшағайда, сосын тағы бір басқа жерде, қазір есімде жоқ. Біріншіден, олардың орналасатын жерлері шектелді, барлық қалаларда жоқ, казино таба алмайсыз. Дәл солай букмекерлік кеңселерде. Олар қазір тұрғын үйлердің жанында, мысалы, оларды ұйымдастыруға мүмкіндік жоқ. Осылай түрлі шектеулер жалпы бар. Бірақ онлайн казино деген, бұл деген енді былайша айтқанда не подконтрольный нәрсе. Сондықтан осыған тосқауыл шектеу қою үшін тек қана әкімшілік жаза біздің ойымызша, депутаттардың ойынша оған енді қылмыстық жауапкершілік болу керек. Ең төмен жаза жобада көзделген бір есімде қазір дұрыс жоқ, бір 13-17 миллион теңге ең төменгі жаза. Бірақ ең ауыр жазасы 5 жылға бас бостандығынан айыру болып саналады. Осындай жобада осындай ұсыныстар бар. Бірақ соңында қандай жоба болатын, қандай заң болатын біз әлі білмейміз, ол талқылауда болады ғой. Бірақ осындай жаза қарастырылған. Қылмыстық жаза, қылмыстық жауапкершілік. Бірінші кезекте жарнамаларды шектеу жөнінде өте жақсы ұсыныс айтылып отыр ғой. Енді қайткен күнде де қазір 21 ғасыр темір қолғанаттылардың дәуірдеміз. Интернетті ашып қалсақ, әйтеуір кез келген жерде жарнама қолжетімді, жасқа да, кәріге де қолжетімді.
Иә, қазір кәрілерде ойнайтын болған екен, казиноға баратын екен. Бұрын бұндай болмаған екен. Енді ол лудомания дейміз, игромания дейміз, жалпы игромания дейді, ойын құмарлық. Ол деген енді ауру болғасын, ол балаға да, ересекке, қартқа да жұғуы мүмкін. Снежана Валерьевна, сонда заң бұйырса қанша уақытта қабылданайын деп тұр, болжам бойынша? Болжам бойынша жалпы заңдар жарты жылдың ішінде, бір жылдың ішінде қаралып болады. Егер де осы жылдың аяғына дейін енгізуге үлгерсеміз, келесі жылы қаралатын болады. Меніңше сессияның аяғына дейін қарап тастаймыз. Бірақ ол деген енді егер де басқа ұсыныстар болмаса, үкіметтің қорытындысын талап етпесе, онда бірінші сессияның аяғына дейін қарап тастауға болады бұндай заңдар. Мәжілісте заң кіргенде түрлі түзетулер депутаттардың ұсыныстары болады. Кейбір депутаттар нормалармен келіспейді, өздерінің қосымша нормаларын береді. Кейбіреулері үкіметтің және сарапшылардың қорытындысын талап етеді. Сондықтан бұның енді заң кіргенде сол жерде қараймыз. Бірақ жалпы жарты жылдың ішінде заңдардың барлығы қаралып болады. Ендеше бұл заңда өз кезегінде қабылданатын болса, 8-ші шақырылған парламент мәжілісі депутаттарының табысты жұмыстарының бірі деп айтуға толық негіз бар. Снежана Валерьевна, уақыт бөліп, біздің сұрақтарымызға жауап беріп, тақырыпты аша түскеніңіз үшін сізге көп рахмет. Алдағы уақытта да өзіңізбен басқа тақырыптар бойынша да байланысамыз деген үміттеміз. Жақсы, рахмет, Біржан. Сау болыңыз. Қадірлі телекөрермендер, осы тұстан тізгінді тартамыз. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.